Онкологиялық ауруға шалдығу дерегі жыл сайын 9%-ға көбейіп жатыр. Жылына 35 мың адамнан қатерлі ісік анықталады. Ең өкініштісі оның 14 мыңдайы көз жұмады. Қазір дерт жасталғамайды. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін ауырады. Әлем күресіп жатқан қатерлі ісіктің емі әлі де табылған жоқ, бірақ уақыт өткен сайын емдеу технологиясы дамып келеді. Тәжірибені шыңдау мақсатында бүгін Астанада бірқатар елдің онколог дәрігерлері бас қосты. Олар ауруды клиникалық анықтау, емдеудің жаңа аспектілерін талқылайды. Толығырақ әріптесім Асылбек Данияр тарқатады. 61 жастағы атбасар тұрғыны Майра Омарова қатерлі ісікке шалдыққанын 5 ай бұрын білген. Оған дейін пандемияға байланысты дәрігерге тексеріле алмағанын айтады. Скринингтен өткен кезде ағзасының екі жерінде ісік бар анықталған. Абырой болғанда ісік қатерсіз. Дәрігерлер бір апта бұрын ота жасады. Қазір денсаулығы жақсы. Науқаста бұдан бөлек тыныс жолдарының ауруы да бар екен. 2,5 сутки реанимацияда жаттым. Реанимацияны докторларға, бәріне врачтарға үлкен рахмет. Үлкен рахмет, олар прям меня вытащили с того света. Они вообще ауырған жоқ. Жай бардым скринингға. И вот, пожалуйста, бармасам не болады. 22 ноябрьда внучкам, Адия деген қыз, внучкам родила, сонымен ол маған күш беріп жатыр. Қазір дүние жүзінде қатерлі ісікке шалдығу тенденциясы өсіп келеді. Қазақстанда да бұл дертпен ауыратын адамдар жыл сайын артып жатыр. Басым бөлігі әйелдер. Ұлттық онкология орталығы басқарма төрағасының айтуынша, науқастардың көбісі егде жастағылар. Жастардың үлесі 15%-ға жеткен. Қатерлі ісікпен ауыл тұрғындарына қарағанда қала халқы жиі ауырады. Сонымен бірге науқастар емделуге кеш келіп жатады. Халықтық емге жүгініп ауруды асқындырып алады дейді дәрігерлер. Бірінші бестікте дейміз, онда бізде қазір тұрған өкпе қатерлі ісігі, сүт безінің қатерлі ісігі, ол жаңағы асқазанның қатерлі ісігі, және тоқ ішектің қатерлі ісігі, және әйел адамдарда жыныстық органдардың қатерлі ісіктері қазір бірінші орында. Бізде Қазақстанда қазір онкологиялық науқастарды емдеу заманауи жағдайға сәйкес келеді. Бізде хирургиялық емді, сәулелік емді, дәрілік емді, химиотерапия, оның барлығы қолданылады. Қатерлі ісікпен күрес бүкіл әлемнің басты міндеті. Денсаулық сақтау министрлігінің қолдауымен бірінші рет Астанада онкологиялық ауруларды диагностикалаудың және емдеудің ғылыми практикалық аспектілері халықаралық конференциясы өтіп жатыр. Онда дәрілік терапияға және онкологиялық патологияларды диагностикалаудың жаңа тәсілдері ұсынылады. Ресей, Жапония, Корея, Түркия, Франция, Армения және Грузиядан келген онкологтар саладағы соңғы тиімді технологиялармен бөліседі. Түркиядан келген профессор Мутли Демирай бүгінгі шара арқылы қазақстандық дәрігерлермен тәжірибе алмасатын ынтымақтастық құруды көздеп отыр. Түркияда жыл сайын 200 мыңнан аса адамнан қатерлі ісік анықталады. Біз әр науқасты әртүрлі тәсілмен емдейміз. Тек аурудың бірінші және екінші сатысындағы азаматтарды арнайы таблеткамен, қалған ауыр дәрежеде ауыратын науқастарды бөлек диагностикалаймыз. Өйткені қазір тек бір тәсілмен шектеле алмаймыз. Осы жиын кезінде емдеудің жаңа платформасы пайда болады деген ойдамын. Жиынға мыңнан астам адам қатысып жатыр. Барлығында бір мүдде. Онкологияның емін табу, адамдардың өмірін сақтап қалу. Дәрігерлер тұрғындарға уақытылы міндетті медициналық тексеруден өту керегін айтады. Қатерлі ісікті неғұрлым ерте анықтаса, емдеуде соғұрлым оңай болады. Тіпті құлантаза айығуға да мүмкіндік бар. Айта кетейік, денсаулық сақтау министрлігі скринингтен өту жасын төмендетуге арналған заң жобасын әзірледі. Асылбек Данияр, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық арнасы.